Қыста туатын малдың машақаты көп болады. Қоран қанша жылы болса да, аязда жаңа туған төлді қатырып алуы мүмкін. Әсіресе бірінші рет туған туша, тоқты, баспақтардың төлдерін. Сондықтан да түн ұйқыңды 4 бөліп, түнде мал қарауға 4-5 рет шығасың. 90-шы жылдардың басы болса керек. 12-13 жасар боламын. Әкем Душанбеде тұратын апа жездесіне қыдырып кеткен. Малдың тізгіні менде қалған. Сенімнен шығу да оңай емес. Сол күні таңға дейін төл қарауға 4 шықтым. Желіндеп тұрған малдардың біреуі төлдемепті. Ұйқыңды да қимайсың. Таңғыла бере тағы бір шығып қайтайын деп, құлағы бар білте шамның тіліне тамызық тигізіп, төбесіне шынысын кигізіп, қолым алдым. Сол кезде білмеймін, фонардың тапшы кезім екен, көп қолданбаймыз әйтеуір. Егерде жаңа туған қозылақтар болса, қатып қалмасын деп, енесінен бөліп, қораның кіре берісіндегі сырты киізбен қапталған, іші жылы ағаш әшкеш салып кетеміз. Түннің өзге сыры бар дегендей, қанша дегенмен баламын. Білте шамның жарығы да мардымсыз. Үрейленіп келе жатырмын. Вроде қораның бәрін көріп шыққан сияқтымын. Малдар төлемеген секілді. Бастырманың есігін жауып шыға бергенім сол еді, түпкі кепеден жаңа туған лақтың дауысы шыққандай болды. Білте шамның тілін көтеріп, бісмілләмді айтып кепеге кірдім. Кепеде бірде-бір мал жоқ. Қидан салынған қораның түкпірінде бір нәрсе қараңдайды. Төлме дейін десем, қасында енесі көрінбейді. Жанына барсам, тезекпен түстес қоңырлақ. Аяқтарын бауырына алып жатыр екен. Енесі жартылай жалап тастап кетіпті. Туғанына жарты сағаттай болса керек. Тоңғаннан денесі дір-дір етеді. Қуанып кеттім. Жылы жәшікке салып кетейін деп алдыңғы 2 аяғын көтеріп қалсам, төбе шашым тік тұрды. Қорыққаннан лақты жерге тастай салдым. Құдайдың құдіреті, лақтың артқы 2 аяғы тізесінен жоқ. Ит жеп кетті ме? Десем, қанның ізі көрінбейді. Байқасам, іштен солай туылыпты. Енесі бірінші рет туған тоқал туша еді. Лағын емізбеді де, бауырына да баспады. Ол біздің басымызға сор болды. Таң атпай жаңа сауылған сиырдың сүтін бөтелкеге құйып береміз. Бізге әбден бауыр басты. Өзі қомағай. Бір ішкенде 2-3 бөтелкені місе тұтпайды. Сиырдың сүтінен бе, әлде біздің мейірімізден бе әбден семірді. Спустя 2 года дегендей, сол лағымыз 2 жылда еңгезелі теке болды. Жоқ аяқтардың күші алдыңғы 2 аяққа берілген. Текенің горилласы десең де болады. Дәрі ішетін бодибилдерлер құсап, алдымен артан алып кеткен. Білмеймін, бізден тығылып протеин іше ме, әлде қорада тығылып турникке тартыла ма, Құдай біледі. Белі қылдай, арқасы Арнольдтікіндей. Кеудесі Коллемандікіндей. Мойны Майттікіндей. Құлағының сыртында тұр. Крыласы Джей Катлердікіндей. Түсінікті болу үшін әлемнің үздік бодибилдерлердің аты. Сақалы салбырап, желкілдеген кекілі Шатуновтың шашындай. Желге қарай жүрсе, желп-желп етеді. Вечердің гүлі дегендей, бір сылқым, сымбатты, сұлу теке болып өсті. Сол теке мұрғашы ешкі біткеннің арманына айналды. Өзінің бағасын білетін, қолтығының қылын қырып жүретін альфонс жігіттердей қашан көрсең, құлағына жоңышқа қыстырып жүреді. Әлде маған солай көрінді ме? Білмеймін. Тумаған жас тушадан бастап, 5-6 рет лақтаған кәрі ешкілердің көзінің құртына айналды. Қорада олсыз үспеген тірі жан қалмады. Белдескеннің белін сындырарды дегендей. Қарағайдай мүйізімен тірескеннің тізесін бүктірді. Ауылды ұстайтын жігіттей қораны әбден билеп төстеп алды. Бастырманы боксерский зал, шөп қораны асхана, түккірдегі қараңғы кепені спальнийіне айналдырды. Текенің тестостероны көп пе, әлде табиғатынан гарачи ма? Кім білсін.
Кепеден шыққан ешкілердің бақыттан бас айналғанын көздерінен көріп тұратын болдық. Қаңқу сөз қорада тез тарайды дегендей, Текенің тестостероны қойлардың да құлағына жеткен бе. Текенің тұсына бәрі телміріп қарайтын болды. Бұл Текенің төт аяғы түгел болса тананы тансыға шақырудан тайынбайды екен. Қорқайын дедік. Мың асқанға бір тосқан. Ненің рахатын көп көрсең, соның азабын татасың демекші. Қораның астан кестерін шығара берген соң, бір күн әкем Текені қыстырамыз деді. Ол да бір үлкен церемония. Түсінікті болу үшін қазақта еркек малды піштіреді, немесе қыстырады. Піштіру деген екі жұмыртқасын алып тастайды. Қыстыру дегеніміз жұмыртқаға баратын екі тамырды темір қысқышпен қысып үзеді. Ауылдағы мал қыстырудың мастері Ерсайын аға келді үйге. Қолтығына газетке ораған кемпір ауызға ұқсайтын темір қысқышы бар. Құдай салмасын, төрт адам жабылып жүріп әрең қолаттық дегені. Тамыры да білеудей болып кеткен екен. Процестің өзінен удовольствие алатын Ерсайын аға қызметіне кірісіп кетті. Текенің бақырғаны есектің ақырғанынан жаман екен. Құлағымның пердесін жарып жібере жаздады. Ана дауыстан қара талдың үстінде отырған бүкіл қарға ұшып кетті. Қорыққаннан қорадағы бір сиыр екі ешкі ерте туып қойды. Ертеңіне қарасам, госпитальдан шыққан солдаттай Текем сүмірейіп қопты. Баяғы пәрмен жоқ. Текені мықты дегенше, тамырды мықты десейші. Екі тамырдың құдіретін ай, дедім ішімнен. Текем телміріп кепе жаққа көп қарайды. Ішінен, махаббаттың құдіреткіші нәлдейлеп деп баяғы күндерін сағына еске алып ән айтатындай елестейді маған. Содан қорадағы тыныштық 3 күнге созылды. Баяғы астан кестен қайтадан басталды. Сөйтсек, Текеміздің бір тамыры даканса қысылмай қалыпты. Осы байғұстың екі аяғы жоқ қой деп, мейірімді Құдай аяғында шығар. Кім білсін? Ерсайын ағаны қайтадан шақырайын ба десем, енді обал болады балам. 2 рет қинамайық. Бір басқа, бір тамырда жетер деді әкем. Серке қылам ба деп едім. Тұқымың көбейгір тамыр мықты екен Теке болып қалды деп күрсінді әкем. Бір тамырмен бір қора ешкінің кәдесіне жарап тұрды жарықтық. 2 тамыр аман болса, бір ауылды лақпен қамтамасыз етуге құдіреті жетер еді Текемнің. Қайтейін. Жайылып келсін деп қораның есігін ашқаным сол еді. 200 қойды алдына салып Текем кетті далаға. Ит қуса 2 сағаттан соң үйге бірінші болып кепті тілі салақтап. Байқасам, қашанда бұрылыстардан бірек билейтін балалар құсап, бір аяқпен бұрылады. Кейін ұялдыма қайдам иттерден қорықпайтын болды. Қойды ит құсқа бермейтін құдіретке ие болды. Малымыздың берекесіне айналды. Өмір-ай десеңші. Менің арман қуып ауылдан кеткеніме де биыл 26 жыл болыпты. Өткенде үйге барсам, бір қоңыр Теке қой бастап бар жатыр. Құсамасаң тумағыр. Көзіме оттай басылды. Баяғы горилланың баласы ма десем, оны қайдан білдің, дейді әкем. Әкесі құсап қой бастап бар жатқаннан дедім. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас негізге, деген осы екен ағайын. Авторы Мақсат Ысқақов.